6 жасқа толған балаларға арналған фильм. Осымен болды Рерити. Бұл соңғы шабадандар. Спайк, негізі менің тағы біраз сөмкелерім бар, әне? Тәртіпті бол. Тәртіпті болам, әрине. Манхэттен атты таңғажайып қалада бір апта болам. Оған қоса жақын құрбыларымның бәрін ертіп барам. Жатқанда қалай бармаймыз? Сені қолдауымыз керек қой, Рерити. Дегенмен қолдаудың керегі жоқ. Сен онсыз да жеңімпаз атанасың. Менімен бірге баратындарыңа қуанғаным сонша, мұны сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Дегенмен бұл қуанышымды көрсете алатын сияқтымын. Бұл не? Мен білем. Қағаздан жасалған шелпауыш. Сен Жоқ, кардан алғанда оның қандай екенін есіме сақтап, сен көрмей тұрғанда қайтадан қоя салам. Бұл Бродвейдегі ең керемет мюзиклға алынған билет. Тек төбедегі жылқыларға демеш. Өйткені бұл қойылымның билеттері бірнеше айда сатылып кетеді. Әлде оған да билет таптың ба? Таптым, иә. Рерити, әуре болудың қажеті жоқ еді. Ақыры тапқан екенсің, олай болса. Керемет! Оның қызықты сапар болатынын қазір мен сезіп тұрмын. Секіргенді сондай жақсы көремін. Сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сені көп күттік. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды төк. Риясыз күлкі мейірім, шын жүрекпен сыйларсың бізге түрлі оқиғаның. Сәніміз ғажайып, біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық бәріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Реритидің Манхэттендағы жеңісі. Жүріңдер, пони, орналасатын жер таптым. Бекеттен бір аялдамадай жерде. Мұны алып шаһардың қаға ортасында. Эй, қараңдар, төбедегі жылқылар қойылымын көрсететін театр. Вау, Рерити, билетті қайдан алдың? Костюм бойынша дизайнерге бір-екі ұсыныс айттым, ал ол тиісті жерге хабарласты. Керемет, тамаша. Манхэттенді таңғажайып әрі керемет қала дейтінім сондықтан. Біреуге бір жақсылық жасайсың, ал ол саған жақсылығыңды қайтарады. Бізге жақсылық жасау үшін солай еттің ғой. Мысалға, бізді төбедегі жылқылар қойылымына Ол тіпті бүкіл Эквестриядегі ең жақсы мюзикл. Рейнбоу Дэш айтса шынымен керемет болғаны. Әдетте оған мюзикл ұнамайды. Біліп қой, понилер күтпеген жерден ән айта бастайды. Бір бастаса тоқтамайды. Кім олай істеуші еді? О, Манхэттен, не болды маған? Ғашық болдым бірден мен саған. О, Манхэттен, ғажайып қала, дос қайналар бәрі де. Көрсең дағы зұлымдық, жасайсың оған жақсылық. Риясыз көңіл көтер, күлімсіреші. Мейнфайр қонақ үйіне қош келдіңіздер. Өтінем, сөмкелеріңізді бөлмеңізге апарып беруге рұқсат етіңіздер. Алдымен мына шайлықты алыңыз. О, сізге қалған ақшасын Бәрін өзіңізге қалдырыңыз, өтінем. Жомарт боланмен жолыққан адамдарға ұмтылам. Алға ұмтылам, жетемін армандарға. Биікке шығам, арман бар ма? Сізден кейін? Көп рахмет. Өтінем, менікін алыңыз. Жарайды, жақсы. Есімім Рерити, жол ашыңдар мен келемін. Бейтанысқа дос дейміз, асулардан біз асамыз. Бәрінің көңілін табуға тырысам әрқашан. Қандай қиындықтар болса да мен жеңе аламын. Біз ешкімді тастамаймыз, достық бәрінен де қымбат. Көмектесіп жібереміз, Мейірімді боламыз. жомарт болатмен жолыққан адамдарға ұмтылам. Алға ұмтылам мен арманға, әлемге шашам сәулемді
Сонда көйлектерім шынымен де мына жарқыраған әсем қаланың адам көп жүретін сауда қызығып жатқан көшелерінде сатыла ма? Бұл менің арманым ғой. Саған тағы да көмек керек бе? Жоқ сияқты. Көйлектердің бәрі дайын, айлар бойы таңдаған керемет маталарынан тігілген. Бұл созылатын мата, бірақ денеге жабыспайды. Жылтырақ, бірақ бірден көзге түспейді. Керемет екен. Енді көйлектеріңді апарып көрсетілімге қатысу үшін түскі 2-ге дейін тіркелу ғана қалды. Қызық екен, өйткені мына сағатқа қарасақ 10 минут қалыпты. Қап, қуларнай. Көрсетілім қаланың ана басында. Жетіп үлгермесем, мені байқауға қатыстырмайды. Такси! Жоқ, оған такси ұстауға көмектесу керек. Дәл қазір. Мен қолға алайын. Сәлем, такси бар ма? Кезектің соңаны жақта, құрбым. Не? Қаладағы понилердің бәріне такси керек болғаны ма? Мұндай уақытта такси ұстау мүмкін емес сияқты. Өтінем, мына таксиді оған беріңізші. Қаланың екінші басына жетіп үлгеру керек. Бұл өте маңызды. Дәмесінің зорын, бәріміз сияқты кезекке тұрсын. Сұмдық-ай. Сұмдық-ай қалай жүре алмайды. Ұят емес пе? Неге түсінбей? Бұдан пайда жоқ. Таксилер кезде күтіп тұрған понилерді отырғызу үшін жанымыздан өте шығып жатыр. Жаңа дөңгелек деген керемет қой. Сонымен, мына сұлулардың қайсысына такси керек екен? 7 минутта подиум плазаға жетіп үлгересіз бе? Мықты ұста! Әрең үлгердім ғой. Біз бірдеңені ұмытып кеткен сияқтымыз. Қалай ойлайсыңдар? Көйлектер! Қайырлы күн, мен сән апталығына келіп едім. Бәрі подиумның алдында жиналды. Көрсетілімге дайын. Өздеріңізбен көйлек алып келуге тиіссіздер. Кейінірек сахнаның сыртына іліп қоясыздар. Көйлектерім? Қалай ұмытып кеткем? Болды, бәрі бітті. Сұмдық. Уайымдамаңыз, ханым. Көйлектеріңіз осында. Ондай сұлу бикешке көмектесуге қашандай дайынмын дедім. Рахмет. Соңғы сәтте үлгердім ау. Бәріңе сәлем. Сендерді көргеніме қуаныштымын. Міне, мен де келдім. Сіз Рерити боларсыз. Ал сіз Прим Хэмлайн боларсыз. Осы керемет шараны ұйымдастырушы. Амансыз ба? Рерити ханым, сіздің бақталастарыңыз мұнда жарты сағат бұрын келді. Ал сіз шараның басталуына 1 секунд қалғанда келдіңіз. Жолым болды. Мына жердегі жұмыс аяқтаған соң сахнаның сыртына барып дайындаласыз. Сондықтан үлкен дайындыққа әзір болыңыз. Үлгілеріңізді ең соңында көрсетесіз. Біздің жұмыс кестеміз нақты. Сондықтан 1 секунд болса да ерте келуге тырысыңыз. Ертең байқау күні ол жерде қаладағы үздік дизайнерлермен кездесуге кім қалатыны анықталады. Қалғаныңыз үйге қайтуға мәжбүрсіздер. Болды. Боссыздар. Үлгеріп келгеніңе сондай қуаныштымын, Рерити. Мен де бәрі өздігінен болып жатқан сияқты. Мен ұмытып қалдың ба? Сури Поломер, Понивилдегі тоқымашылар одағынанмын. Әрине. Түрің таныс болып көрінді, бірақ есіме түсіре алмадым. Ол жаққа көп жылдан бері барған жоқсың ғой. Үлкен қалада жетістікке жетейін деп осында келдім. Иә. Жарайсың, Сури. Сені көргеніме сондай қуаныштымын. Міне енді екеуміз бақталас болдық. Иә, жарайды. Олай болса Маған сәттіліктің керегі жоқ. Заттарыңды тасуға көмектесейін бе? Көп рахмет саған. Топтаман керемет екен. Не дегенің? Сенің топтамаң бұдан кем еместігіне сенімдімін. Менікі де жаман емес. Дегенмен мына көйлектермен салыстыруға келмейді. Мысалға, менің белдемше шалбарымды алайық. Оған бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Бірақ не жетіспейтінін түсіне алмадым. Негізі, мына матаның біраз бөлігін қиып алсам қарсы болмайсың ба? Жоқ, әрине. Ал, менде мұндай мата көп. Рас па? Әрине. Жарайды, сені көргеніме қуаныштымын. Дөрекілік танытқандай болармын. Бірақ мен дайындықты аяқтауым керек, онсыз да кешіктім, сондықтан. Кешірерсіз, мен Прим қалағандай дайындыққа белгіленген уақыттан жарты сағатқа ерте келдім. Кезекке тұрыңыз. Қарай көр. Мынау керемет мата екен. Көйлекті шынымен өзіңіз тіктіңіз бе? Иә, бұл созылатын мата, бірақ денеге Топтаманың жабыспайды. түгелі әдемі стильде екен. Кез келген киіммен үйлесе кетеді. Белдемшеден кеудешеге дейін, тіпті туфлиге дейін. Керемет! Осы уақытқа дейін мұндай топтама көрген емеспін. Сури, сен менің матамды ұрладың. Ұрлаған жоқпын. Оны маған өзің бергенсің, ұмыттың ба?
Мен саған матаны көйлектің дизайнын жетілдіру үшін бердім, бүкіл топтамаң үшін емес. Сонда бұл киімдердің бәрін қалай тез тігіп үлгердің? Тез. Коко Памел мұны ұзақ тікті. Тіпті мені байқау тізімінен шығарып тастай жаздады. Мен сенің жеңгеніңді қаладым ғой, сондықтан да біраз кетті. Жап аузыңды. Менің көмекшіме көп сөйлеу үшін емес, киім тігу үшін ақша төлейм. Бұл қалай болғаны? Ой, жаным, өзіңді кінәлама. Ауылдың понилеріне үлкен қалаға келіп, әр пони өз үшін деген ұстанымға үйрену үшін көп уақыт керек. Саған мен ұстаздық еттім, сондықтан да жолың болды. Ал енді маған кофе алып кел. Қандай керемет күн, өте көңілді. Тіпті тым көңілді дер едім. Тездетейік, күніміз әр минутына дейін есептеулі. Алдымен жолымызды ретке келтіруші салонға барайық. Содан кейін? Рарити, бәрі дұрыс па? Жүк тасушы көйлектеріңді әкеп берді ме? Ол бәрін апарып бердім деп еді ғой. Содан кейін Сури оларды ұрлап алды. Мен байқауға қатысушылардың біреуіне ерекше матамның біраз бөлігін пайдалануға рұқсат еттім. Сөйтсем, ол менің топтамамды айнаға тесіз көшіріп алыпты. Содан кейін көйлектердің бәрін мен көшіріп тіккендей қып таныстырды. Рарити, не жағдай болса да, біз саған көмектесу үшін қашанда жаныңнан табыламыз. Қане Рарити, еңсеңді көтер. Бізге бар болғаны тағы да біраз мата керек, сонда бәрі ойдағыдай болады. Жаңа топтамам керемет болады. Тіпті бұрынғыдан да асып түсу мүмкін. Сәнді әрі жарқыраған бейнелер. Менің әлі де жеңуге мүмкіндігім бар. Twilight, мына қиындыларды түгел тігіп шық. Сен тамаққа тапсырыс берем деп едің ғой. Біз жұмыс істеп отырып, тамақ ішуіміз керек болған. Алаң болма. Тамақ 1 сағаттан кейін дайын болады. Ештеңе етпейді, солай ғой, иә? Иә, ол уақытта төбедегі жылқыларды тамашалап отыратын бедік. Түсінікті. Мен қойылымға билет тауып берем деп барымды салып жатырмын. Сонда мұның қайырымы осы ма? Мені қиын сәтте тастап кетпексіңдер ме? Жарайды, төбедегі жылқыларыңды қарай беріңдер. Ертең көрсетілімге келгенде менің көрсететін ештеңем болмайды. Сол сәтте де көңіл көтере аласыңдар. Құрбымыз Рарити бәрінен қалып қойды дейсіңдер. Рарити, сабаңа түсші, саған не болған? Маған емес, сендерге не болған? Қане барыңдар да қойылымдарыңды көріңдер. Құттықтаймын, құрбыларым. Сендер бұл қаладағы әр пони өз үшін деген ұстанымды түсінген сияқтысыңдар. Міне, мынау соңғысы. Әйтеуір дайын болды ау. Уақасы жоқ. Қане, Сури Полимер ханымның керемет топтамасына тағы бір қошемет көрсетейік. Керемет! Браво! Тамаша! Бұл ерекше мата. Ғажап. Керемет! Тамаша. Қарай көр, мен кімді көріп тұрмын? Немене түкке тұрғысыз топтамаңды көрсетпексің бе? Ал қазір Понивилден келген Рарити жаңа топтамасымен алдарыңызға шығады. Мүлдем басқа топтама. Сәнді бейнелер. Мәссаған! Керемет қой! Тамаша! Я, маған да ұнады. Өте ерекше екен. бейне. Керемет. Осыны алатын сияқты. Мынаны қара. Оларға ұнаған сияқты. Мен бірінші орын алған болармын. Мұны құрбыларымен бірге атап өтуім керек. Бірақ олар келмепті. Мен не істедім? Тамаша! Рарити, көрермендер саған дәл риза. Оларға мына керемет топтамаң жайлы айтып бермейсің бе?
менің кетуім керек. Тез қайтып кел. Мұнысы қызық екен. Қалайсыз, ханым? Байқау жақсы өтті ме? Әңгіме айтып тұратын уақытым жоқ. Мен құрбыларымды іздеп тұрмын. Олар кетіп қалды. Таңертең кетіп бара жатқандарын көрдім. Жоқ. Олар Панивельге қайтып кеткен болар. Мен үшін барын салып тұрысты, ал мен оларға рахмет те айтқан жоқпын. Мен не істедім? Сұмдық. Алыңыз. Ханым, бірақ мен ештеңе істемедім ғой. О, Мэнхэттен, бұл не болды? Мен қателік жасадым. Өзім кінәлімін. Қасымда болған достарымды бағаламадым, кінәлімін. Енді жалғыз қалдым. Енді жалғыз қалдым. Прем Хэмлайнмен сөйлесуім керек. Сосын дереу Панивельге қайтуым керек. Бір ауыз рахмет айтайын деген. Премге жоламай қойғаның дұрыс. Ол қатты ашулы. Солай емес пе? Иә. Осында екенсіңдер ғой. Мен сендерді кетіп қалдыма десем. Көрсетілімге келмей қалған себебіміз ұйықтап қалыппыз. Сури сенің орын алмағаныңды айтты. Өте өкінішті. Жеңіліп қалыппын ба? Білесіңдер ме? Маған бәрібір. Сендердің әлі осында екендеріңді көріп, төбем көкке жеткендей болып тұр. Маған деген адал достықтарыңды пайдаланғаныма қарамастан, бұған қалай шыдағансыңдар? Иә, саған шыдау оңай болған жоқ. Эпплджек, сенің өте шыншыл екеніңді білеміз әрине, бірақ олай деудің қажеті жоқ. Кеше сені жақсы жағынан көрдік деп айта алмаймыз. Бірақ біз сені жақсы білеміз. Ондай ұсақ түйекке бола саған деген көзқарасымыз өзгермейді. Рахмет. Сендер шынымен де жер бетіндегі ең жақсы доссыңдар. Ал мен бұл күнәмді жуудың жолын таптым. Бүгін уақыттарың бар шығар. Төбедегі жылқылар қойылымына бара алатын шығарсыңдар. Міне, енді дұрыс болды. Оларды Премге жоламауға көндіргенім ақылдылығым болды. Оның шындықты білгенін қаламаймыз ғой, солай емес пе? Бұл менің тағдырым. Тамаша! О, бұл мен ойлағаннан да керемет қойылым болды. Керемет! Жаман емес дегенім ғой. Бірақ оларды бізге арнап бөлек қойылым қоюға қалай көндірдің, Рарити? Киім дизайнері болып жұмыс істейтін досым есіңде ме? Міне, соған келесі көрсетілімге дейін костюмдеріңді тігіп берейін деп ұсыныс жасадым. Осында ма, Манхэттенде ме? Осында, иә. Бірақ онда маған Панивельден біраз уақытқа кетуге тура келеді. Сендердің көрсетілімді тамашалағандарыңды қалап едім. Бұл дизайнермен жұмыс істеу мен үшін үлкен мүмкіндік. Білеміз. Біз сен үшін қуаныштымыз, Рарити. Біздің әншейін көңіл күйіміз болмай тұр. Жандарыңа барсам бола ма? Әрине, мұнда кел. Бұл сән апталығында бірінші орын алғанға берілетін жүлде ғой. Менің атым жазылыпты. Мен жеңілдім бе десем? Олай емес. Сен жеңдің. Сури, егер жүлдеңді алуға келмесең, төрешілер келмегенің үшін бірінші орынды соған береді деп ойлады. Құрбыларыңмен бірге Панивельге кетіп қалуың үшін өтірік айтты. Мен де сендерді алдадым. Суриге көп уақыт қызмет еткенім сонша, әр пони өзі үшін деген ұстанымға бой үйрете бастаппын. Құрбыларыңа деген адалдығыңды және олардың саған деген мейірбандығын көрмейінше, солай ойлап жүредім. Бұдан кейін өмірде одан да жақсы нәрселер бар дегенге сене бастадым. Солайша одан кетіп қалдым. Саған алғыс ретінде осыны алып келдім. Суриден кетіп қалсаң, саған жұмыс керек болар. Менің досымен жұмыс істеуге қалай қарайсың? Келесі көрсетілімге дейін костюмдер тік. Манхэттен керемет қала екен.
ірі мегаполисте сенің кеңпейілдігіңді пайдаланып кететін понилер табылғанымен, оған бола пікіріңді өзгертуге болмайтынын түсіндім. Достарыңның риясыз көңілін пайдаланғаныңды мойындағаннан жаман нәрсе жоқ екен. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2023 жыл.